Сөздер гиді. Сөздер гидін гидтер мәзірінен ашамыз. Жаңа терезе ашылып, оң жақта орналастырамыз. Біздің кітапханаға назар аудар. Фильтр. Тип бөлімінде ресурстар және лексиконды таңдаймыз. Кітапханамда лексикон типіндегі 10 ресурс бар. Орыс тілінде Strong пен Дворецкий лексиконы ұсынады. Оң жақ батырманы басып тізімге қосу таңдаймыз. Приоритетті ресурстар тізімі кітапхана панелінде орналасқан. Лексиконды бірінші көрсету. Сөздер гиді Strong нөмірімен іздейді. Ежелгі еврей тіліне немесе грек тіліне префиксін енгізу. Сұраумен Strong және Дворецкий лексиконын және сәйкестікті көремін. Осы лексиконға басу арқылы жаңа қойында ашылады. Онда сөз бен мақаланың өзі пайда болады. Мақалада мен аударма, түпнұсқа, транслитерация, айтылу, сөздің бөлігі мен этимологияны көре аламын. Сөздер гидінде іздеу. Мен енгіземін Патер сөзін. Және 3 лексиконда сәйкестік бар. Соңғысын таңдаймын грек-орыс сөздігі. Және Патер сөзінің әкесі дегенін көремін. Басқа мағыналарын да оқимын. Сөздер гидінде орыс сөздерімен, аударма сөздерімен іздеуге болады. Мен әкесі сөзін енгіземін. Іздеу нәтижесінде ежелгі еврей және грек сөздері табылды. Мен Strong нөмірі 39-62 сөзін таңдаймын және оны лексиконда ашамын. Және бұл сөздің әртүрлі параметрлері зерттеуге болатын мақала бар. Сөздер гиді Strong нөмірі ежелгі еврей немесе грек сөздерімен іздеуге мүмкіндік береді.